Сәлеметсіздер ме? Кеше бір талай нәрселер өтілді. Бүгін бәрін тазалап тастап, тағы да жалғастырайық. jQuery.com API. Осыдан бүгін өтілетін біз қарапайым галерея жасап керек, яғни свайпер, яғни сурет көретін. Онда бізге керегі div жазайық. Осының ішіне класс берейік, контейнер деп. Осының ішіне тағы бір div берейік, бұған класс берейік. View дейік. Одан тағы да класс берейік. Осындай болсын. Жерге сурет келеді. Біз бірнеше сурет әкеп алайық. Содан жерге де біраз суреттер әкелейік. Тағы да әкелейік. Мынадан әкелсек болады екен. Өте үлкен екен, мынау кішкене екен. Біз барынша кіші адрестерді әкелейік. Oldu, осынша сурет болсын. Сосын енді көрейік. Оң жағын басып ашамыз. Мұнда бұлай кетіп қалды. Біз бұны CSS-ін жерге жаза берейін. Контейнер. Контейнердің ішінде image view деген бар. Осыған ұзындығы
600 пиксель дейін. Және overflow қайдан қып тастайын. Мұнда ұзындық 600 болып, қалғаны көрінбей қалды. Мынаған display flex қылайында flex flow дегенге колумн дей салайын. Және осы контейнердің image view деген ішіндегі суреттің ұзындығы 100%, және ең үлкен ұзындығы 100% болсын. Да келтірдік. Одан кейін тағы мына суреттер. Контейнердің ішіндегі image tabs деген. Осының ішіндегі суреттерді былай қылайық. Ұзындықтары жоқ, биіктіктер ұқсас болсын. Биіктіктері 100 пиксель қылып тастайық. Мұнда бәрінің биіктігі 100 пиксель болды. Өздері бит түзіліп тұра қалды. Содан кейін бұны ортасына келтірейік. Justify content center дейік. Ал мынадарға мынаған бермей ақ қояйық. Жоқ, осыған да берейік. Сосын ашып көрейік. Элемент, контейнер. Контейнер мынандай болды. Және image view мынандай болды. Мынандай болды. Және line items center. Ортасына тізіп сайық. Содан кейін тағы бірден істейік. Біз батырманы астына қоя салайық. Біз мұн жағын басқан кезде бұлай, мұн жағын басқан кезде бұлай кететін қылайық. Батырманы мұның ішіне қоя салайық. Яғни міне жерге баттын емес, мына жерге тағы бірден әкелейік. Бұған да сурет әкеле салайық. Осыны ала салайық. Сосын осымен ұқсап қалатын. Жоқ, осыны қайтадан қоя салайық. Енді көрейік, не шығады екен. Мынандай болып қалды. Содан кейін мынаған класс берейік. Және сол жағы дейік. Оң жағы дейік. Осындай класс берейік те, содан кейін image view дегенді position relative деп тастайық. Сосын контейнердің ішіндегі image view'дің ішіндегі классы row болғанның
uzunluktары 100 piksel деп тастайық. Мынандай шықты. Және position absolute дейік. Мұнда екеуден жерге келіп алды. Сосын топ дегенге 50 пренсет дейік. Мынандай шықты. 50 оны бұлай қылайық. Қалып ортасына келтірмекшіміз ғой. 50 пренсет алынған 50 пиксель. Біз қате жазбаппыз. Міне ортасына келді. Және индек классымыз бар. Row left дегенге left 0 дейміз. Ал енді row right дегенге right 0 дейік. Міне екеуі де келді. Және right дегеннің ішін бұның трансформға бағытын теріс қаратып қойық. Rotate 180 градус. Мұнда бағыты қарама қарсы болды. Не дәл болды енді. Содан кейін енді мынаны басқан кезде оңға жылжысын, мынаны басқан кезде солға жылжысын. Соны істейік. Сосын мына жерге бар image list дейді. Мынандай қылып тастайық. Яғни бос array қылайық. Содан кейін мына суреттерді талдайық. Яғни image табыс дегеннің ішіндегі суреттерді алайық. Осының each деген бар. Осыменен image listқа push осы this, яғни осы әзіргі суреттің ITTR атрибуты src дегенін осыған беріп тастайық. Содан жерде консолдан шығарып көрейік. Шын алыппыз ба, өтірік алыппыз ба? Міне төртеу дейді. Міне барлығын алыппыз. Содан кейін length 4 дейді. Содан сурет мынандай болды. Енді мынадарға функция байлайық. Яғни классы мынау болғанға 10 event байлайық. Немене деген? Клик еткізген деген. Осы кезде function дейік. Содан кейін бұл функцияға осы элементтің, яғни әрбір жол басқан кезде мына array'дың ішіндегі бойынша айландырып отырайық. Бізге табыру керек. Var current image дейікте бұған бос қып тастайық. Содан кейін мынаны алайық. Мынаған класс берейік.
current image деген, яғни әзіргі сурет деген. Әзіргі суреттің ATTR атрибуты, src деген атрибуты бұл тең болсын неменеге? Image listtің біріншісіне тең болсын. Біріншісін нөл деп айтамыз ғой. Ал енді мынаны алып тастайық. Жазбай қойсақ істей беру керек. Мұнда көрейік. Істеп тұр. Содан кейін this дегенді былай істейік. Егер мынада солға не оңға жылжып жатқан белгісіз ғой. Осын талдау жасаймыз. Қаз класс деген бар. Row left деген болса солға қарай болады. Егер деп талдау жасайық. Солға деген бар болса, онда current image дегенді тең болсын. Current image деген тіпті керегі жоқ сияқты. Мынаған төті былай қыласылайық. Тең болсын дейік. Содан кейін current image емес, мынаған бар current index дейік. Тең 0 деп тастайық. 0. Мен ном жақсы істемей тұр ғой деймін. 0. Содан кейін бірінші рет current index дегенді беріп тастайық. Сосын солға қарай болса бар current index. Мынау не болып қалды? Current index минус болсын. Егер минус болса, мынау солға қарай кетсе, яғни минус 1, мына жерде 0 болып болса, одан 1-ді алып тастасақ, минус 1 болып болады ғой. Егер 0-дің күші болса деп талдау жасайық. Егер current index егер current index 0-дан кіші болса, current index тең болсын image listtің length'і алынған 1-ге. Және егер current index үлкен image listtің length'і алынған 1-ден үлкен болса, яғни әзір 4 тұр. Length'і 4 болады, бірақ мына үшіншісі дейді. Үшіншісі дейміз ғой. 0-шісі, 1-шісі, 2-шісі, 3-шісі. Осы кезде 0-ге тең деп тастайық. Бәтірі алмастырып алайын.
осылай дейік. Сосын мына жерге current index. Егер ол болмаса, мынаны астына жазсақ та болады екен. Біз бәріне талдау жасап сат қой. Жерге current index plus болсын. Сосын көрейік, істейм екен. Степ тұр, бұлай қарайшы. Степ тұр, яғни мынадан кейін мынау болса дұрыс. Ал мынадан кейін мынау болса дұрыс. Дұрыс екен. Енді мынадарды өзгеретін болсын. Бұлар қалай өзгерсін? Класс берейік бәріне. Жоқ, актив деген класс берейік. Содан кейін image tabs container image tabs осының ішінде актив дегені бар болса border 1 pixel solid blue тастайын. Мұнда мынандай болады екен. Біз бұны әлде өзгертейік. Мынаған padding берейік. Padding аст үстінен 30 пиксель оң солынан 0 дейсілік. Және актив болса тағы бірден қылайық. Transform бұның ішінде scale деген бар. 1.2 1.2 дейік. Мұнда дұрыс болды. Сосын border мынандай емес. Border radius берейік. Мынандай болсын. Біраз padding берсек те болады екен. 5 пиксель. Осындай болсын. Одан кейін scale 1.3 болсын. Және басқа ештеңе бермей қояйық. Содан кейін активті өшіріп тастайын. Содан талдау жасайық. Бұлай болған кезде мынан басып кеп қалған кезде әр жолы мынандай талдау келтірсін. Яғни міне жерде src current index деп мынаған теңшесін. Және осы src-і осы image list-тің ішіндегі мынаған тең болған, мынаның ішіндегінің немесе мына индексі мынау болғанға актив деген класс берсін. Сосын талдайық. Image tabs-тің ішіндегі image-дердің, яғни суреттерді
each деген функция екен ғой. Each дегенге function деп жазамыз. Сосын мына жерге индекс берейік. Егер индекс тең current индекс болса, онда this осының дәл осы image'дің осыған add class дейік. Add class active дейік. Ал енді бұл болмаса, осыдан басқаларына әлсе дегенге тағы бір талдау жасайық. Талдау жасамасақ та болады. This дегеннен remove class. Егер ішінде осы active деген бар болса, sharp stack деп талдау жасасаңыздар да болады, бірақ jQuery бұны автомат түрде біле алады. Осындай қылайық. Кәне көрейік енді. Дұрыс істеп тұр. Өтірлі міне қозғалып тұрған. Бір әдемі көрініс шығып тұр. Енді тағы бір нәрсе істейік. Мынаны мына жерде әсәрсін теңшеген кезде мынаған да былай теңшеп тастайық. Current image емес, мынаның ішіндегі мынаны теңшейміз, бірақ мына жерде this емес. Индексті бере салайық, немесе біріншісі де берсек те болады. Мынаған талдау жасай салайық деді. Егер индекс тең current индекс болса, осыны берейік. Да бастала салмам, біріншісі осындай болып тұрады. Содай міне. Бәрі дұрыс. Енді мынаны үлкендігімен, мынаны үлкендігін теңшейік. Яғни екеуіне де контейнер image view ұзындығы 600 дедік. Мынағанда сөйтіп тастайық. Тәбістің ұзындығы 600 дейік. Сосын мынандай болып өзгеріп қалды. Мына height 100 емес. 70 дейік. Содан кейін мынаған display flex беріп тастайық. Мұнда бәрі мына ұқсап тізіліп қалды. Содан кейін justify content space between деген бар. Space around десеңіз де болады, бірақ біз between берейік. Енді дұрыс болды. Яғни барлық осымен бірдей болды. Өздеріңіз осы сияқтыны оңай жасап аласыздар. Ал мынаны JS пен жазсақ та болады. О да өте оңай. Мына jQuery тек қана бізге оңайластырып қойған. Мына сияқты көптеген нәрсесін оңай қылып берген. Енді jQuery'де тағы бір animate деген бар сияқты болатын, соны өте салсам. Animate дейді. Ашайық. Онда property дейді, duration,
одан easing функция, одан complete деген кезде бір callback функциясы екен. Да. Содан кейін жерді көрейік. Мынау ұқсап етсек те болады екен. Бір мысалын көре салайық. Мынау тұра берсін. Осының астына бір диави құрайық. Оғанда класс берейік. Контейнерден. Содан кейін мынаған бір диави құрайын. Оған класс focus бір дейін. Тағы бір диави құрайын. Оған класс focus 2 дейін. Екеуіне бір ортақ класс құрайын. Box деген. Сосын жерде көрінбейді. Біз екі боксқа style берейік. Не берейік? Background color red дей салайын. Бізге көрінбейді. Біз жаңа animate деген арқылы бірдеңе істейік. Міне animate деп бұлай қолданамыз. Яғни мына скрипт тұра берсін. Оны бүйтіп жауып тастап, тағы бір скрипт жаза берсек болады ғой. Өзіміз білеміз. Бұл жерге жазайық. Box деген классы бар. Осыған animate дейік. Не бір үш түрлі формасы бар екен. Біріншісі property дейді. Ол object болады екен, одан duration болады екен. Одан мен жақты көрейік. Не properties дейді. Ода object, duration, одан easing функциясы, одан complete деген. Одан кейін жерде мынада property жазады екенбіз, одан кейін мынадар жазылады екен. Біз мынаған айтайық. Мынаған ең әуелгі style беріп тастайық. Ұзындықтары 30 пиксель, биіктігі 30 пиксель деп тастайық. Енді көрінеді ғой. Да екеуі де көрініп тұр. Margin беріп тастайын. Margin. Потом ғана берейін. 10 пиксель деп. Мұнда екеуі көрінді. Содан кейін мынаған айтайық. Animate дегенді басып көп қалған кезде бірінші property келеді. Бұған не жазамыз дегенде екінші duration келеді. Яғни екінші duration деген уақыт. 3 секунд дейік. Миллисекунд, 3000 миллисекунд, 3 секундқа тең. Яғни 1000 миллисекунд деген 1 секунд. Бұған айтайық. Ұзындығы 300 пиксельге барсын дейік. Енді көріңіз міне. Ұзындығы бүйтіп 300 пиксельге барды. Бұл әсіл тағы бір батырмамен қолдансақ болады екен. Яғни баттан бұған айтайық. Animate деп қойық. Яғни қозғалт дейік. Осыған класс берейік. Animate дегенді. Animate btn. Содан кейін jQuery арқылы стейк animate btnді клик еткізгенде мына функцияны істесін. Ол қандай функция? Ол мынандай болсын. Боксты жылжытсын. Мұнда animate дегенді басып қалған кезде міне боксты жылжытсын. Мына жерде margin bottom емес, топ дей салайық.
басып қалайық. Міне боксты жылжытты, яғни ұзындығын ұзартты. Енді тағы бір қызық шығарайық. Ұзындығын 300-ге жеткізіп болған соң, тағы да animate деп жаза беруімізге болады. Яғни animate болғанда оқсас, бірақ бұл 1 секунд қана болсын. 1 секунд. Бұл кезде не істесін? Биіктігі қанша пиксель болсын? 500 пиксель болсын. Өте кетіп қала ма? 250 пиксель болсын. Не көрейік? Мынау істеді. О деміне. Биіктігі 250 болып шыға келді. Өстіп көптеген нәрсе жасап алуымызға болады. Одан кейін және тағы артына жалғастырып жаза беруімізге болады. Animate background color дегенін blue өзгерсін. Сосын тағы бірдеңесін өзгерсін. Height, яғни биіктігі 250-ден 150-ге қайта түссін. Оны 2 секунд істеп болсын. Background color blue деген не істемей қалды. Басайық. Істемей тұр. Біз бір жерін қате жазып алдық па? Көрейік. Іздей салайық. Animation property and value дейді. Мынандайларды істетуге болады дейді. Бірақ background color деген болмайды дейді. Яғни background color істете алмайды екенбіз. Егер jQuery color деген плагин істетсеңіз ғана осы істейді екен. Әйтпесе мұнаусы істете алмайды екенбіз. Оғанда мақұлдық байық. Мынаны алып тастайық. Болды. Енді animate дегеннің көп деген нәрсесі бар. Duration дейді, easing функциясы, queue дейді. Мынау яғни бір қатар болып жүргеніне қатысты, оны былай істеуге болады. Мынаны duration деп жаза салуымызға болады. 3 секунд және мынандай бар. Бұған false деп тастайық. Яғни әдепкі мәні шүр болатын. Сондықтан бірінші мынаны істеді, одан ананы істеді. Ал бізде мынаны сөйтіп жазайық. Duration duration 1000 мынау false деп тастайық. Енді көрейік. Басып қосақ бірдей өзгереді. Мынанда 3000 деп тастайық. Екі ұқсас көріну үшін. Өйткені уақытына да қарайды ғой. Не? 3 секундта бірдей өзгеріп барды. Яғни мынау ретке тұру, алдыңғы артындағы қатарды тосу. Яғни мынаны істеп болғаннан кейін
мынаны істе деген сияқты. Осыны false деп тастасақ, ана ұқсайды. Ал енді true деп тастасақ, мынау үнемі қолданылады. Міне, алдымен мынау істейді. Содан мынау істеліп болған тосып, одан барып мынау істейді. Ал енді animate. Одан тағы немене бар екен? Step дейді. Step дегенді көруге болады. Step дегеніміз функция. Бұған и келтірейік. Содан мен жерден көрейік. Басамыз. Міне. Яғни міне жалпы ұзындығы. Міне. Әзір біз animate дегенде міне ұзындығын істеттік қой. Міне ұзындығы 300-ге барғанша. Яғни әуелгі бірінші міне 30 дегеннен бастады. Содан 300-ге барғанша міне бірақ келтіріп шығарды. Содан кейін мынаны өстіп кеп бірден істеуге болады. Осы кезде box деп өстіп жаза берейік. Box'тың CSS background color осы мынаған тең болсын. Жерге color дейік. Яғни жерге color деп жазып алайық. Var color тең мынандай болсын. Ештеңе емес. Мына жерде мынаны и демей біз мына ұзындық деп алайық. Сосын не деп жазсақ болады? Мына жақта 2 орынды, мына жақта 3 орынды. Біз бұлай жазайық. Color тең болсын. Ұзындық. Мынау қосылған ұзындық. Ұзындық дейік. Ал енді ұзындық 2 орынды болып қалуы да мүмкін. Не? Бас жағында 2 орынды болып қалса деп ұзындықты алдымен ұзындық тең болады. Parse init деген бар. Яғни интегрге айландырып береді бүтін санға ұзындық дейік. Және егер дейік ұзындық 100-ден кіші болса, 2 орынды сан деген сөз ғой. 2 орынды сан болса, ұзындық тең болсын 0 қосылған ұзындық болсын. Содан кейін мынандай болсын. Содан color дей салайық. Қане көрейік. Міне рең өзгеріп жатыр. Содан мына кезде өзгермей қалды. Ең соңғы рең боп. Мында рең автомат өзгеріп жатыр. Одан мына күреңге барғаннан кейін, қоңырға барғаннан кейін өзгермей қалды. Қара қоңыр екен. Өстіп өздеріңіз функциялап жазып алуларыңызға болады. Animate дегеннің ролы өте көп. Одан progress дейді, мынадарын complete, start дейді. Яғни басталғанда, одан аяқталғанда дейді. Одан сәтсіз болғанда дейді. Сон барлығын өстіп
істеп көрүүдеріңізге болады. Яғни біз start дегенді көре салайық. Бұл да функция міне. Complete дегенде функция. Біз step деген жаздық, артына жаза береміз. Start функция. Не деп жазайық? Console log start дейік. Ал енді starttан кейін complete деген жазайық. Complete. Бұнда функция 46 минут болып кеп, тостан қойайық. Console log complete. Яғни мынау басталды, мынау айтып бітті. Сәтті бітті ме, сәтсіз бітті ме, қатысы жоқ. Done дейік. Done деген бұл да бітті. Console log done. Және fail деген бар. Оғанда өзін жазып қойайық. Содан жерде көрейік. Тап-таза қойдым. Басып қалайық. Start дейді. Екеу басталды. Done complete дейді. Яғни мынау біріншісі, мынау екіншісі ғой. Алдым жерде focus 1 деген келген істейік. Мында көрсеңіздер, алдымен басталды, одан done дейді, бітіпті. Одан кейін аяқтапты. Алдым жерде сәтсіз болды, сәтті болды, сон барлық шығады. Мына жерде біткен аяқтады. Ал мына жерде басталды. Осыған қатысты өздеріңіз бірден істеулеріңізге болады. Одан fail дегенді көргеніміз жоқ. Өйткені бұл қателік шыққанда ғана көрінеді. Бір мысалы бір start деген кезде бүйтіп тастайық. Енді көрейік. Тоқтата алмайды екен. Бір оқыс тоқтап қалатын жағдайлар бар. Сол кезде қателік шығады. Онда бүгінгі сабағымыз осы жерде аяқтасын.